Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тауық аяқтары мен самса әзірлейтін боламыз. Өте дәмді, керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен қатпарлы қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге електен өткізілген ұн, тұз, разрыхитель, өсімдік майы, су қажет болады. Барлығын араластырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Иленген қамырымызды 10-15 минутқа юқанғанша қоя тұрамыз. Енді қамырымызды алып, жақсылап жайып шығамыз. Жақсылап жайып болғаннан кейін арасына мен 82% сары май қолдандым. Ертіп, жақсылап жағып шығамыз. Видеода көрсетілгенде тығыздап орап, тоңазытқышқа 1 сағатқа немесе 1 күнге қойып қоя берсеңіздер де болады, ертеңге алдын ала дайындап. Енді біз тауықтың аяқтарын жақсылап маринадтаймыз. Осындай дәмдеуіштерді қосып, үстіне соевый соусты қосып, жақсылап араластырып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Мен түнде жасап, таңертең пісірдім. Өте керемет маринад болды. Енді бетін жауып қойып қойыңыздар. Дәл осылай жасасаңыздар, керемет шығады дәмі. Барлық қажетті заттарды мен қазір описаниясына жазып қалдырамын. Енді қатпарлы қамырымызды аламыз да, арнайы осындай қатпарын кетірмей, мен көрсеткендей жасаймыз. Енді бір пиязымызды алып, майдалап турап аламыз. Үстіне аз ғана тұз қосамыз. Жақсылап қолымызбен араластырамыз. Енді қамырымызды жаямыз. Қатпарын кетірмей жаюға тырысамыз, дәл видеода көрсетілгендей. Бүкіл қамырымызды жайып дайындап аламыз. Енді астына жаңағы дайындап қойған пиязымызды саламыз, үстіне тауықтың аяғын саламыз. Видеода көрсетілгендей жауып, жақсылап түйіп шығамыз. Енді самсамызды пергамент қағазын төсеп, жақсылап орналастырып шығамыз. Үстіне бір жұмыртқамызды жарып, жақсылап жағып шығатын боламыз. Бетіне қалауыңызша күнжіт немесе мак немесе тімен қолдансаңыздар болады. Осымен біздің самсалар дайын. Енді қызып тұрған 180 градус пешке жіберіп, 35-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Мінекей, дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Диана. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.